Serverless деген не? Мен өзім біраз посттарда, кейбір посттарда серверлес туралы біраз рет жаздым, бірақ соған жеке тоқталайық. Бұл неғылған технология. Және бұның традиционный серверден айырмашылығы қандай? Традиционный сервер дегеніміз не? Бұл дегеніміз осындай бір компьютер болады бір жерде, біз оны арендаға аламыз, айына белгілі бір деңгейде сумма төлеп. Егер қандай да бір скрипт немесе программа болатын болса, серверге алғаннан кейін ішін настроить етіп, біз соған жариялаймыз, яғни веб-приложение осының ішінде тұрады. База данных тұру мүмкін, немесе сол сияқты кез келген дүние. Ал енді бұл серверді біріншіден администрация жасау керек, себебі кез келген уақытта бұл өшіп қалуы мүмкін. Екіншіден, бұл серверге нагрузка слишком көп түсуі мүмкін. Сондай жағдайда егов сияқты жаңағы неше түрлі адамның нервысына тиюі мүмкін, клиенттердің нервысына тиюі мүмкін. Үшіншіден, мына жерде бізде программа болғаннан кейін ол кодта бір ошибка шығатын болса, вес система істен шығуы мүмкін. Бэкенд болсын, сайт болсын деген сияқты. Кейбір сайттарда мысалға бір серверіне ошибка деп тұрады. Ол серверіне ошибка не үшін? Ол серверіне ошибка деген сөз серьезный болмауы мүмкін. Бір какой-то бір жерінде мысалы бір нето үтірді ұмытып кетсең, соның кесірінен сондай ошибка шығуы мүмкін. Бұл мен өзім байқаған және сол практикада болып тұратын әдетте проблемалар. Одан кейін мына жақта серверлес деген сондай бір үлкен технология немесе бір метод шықты. Серверлес, жарайды өте почеркім бір хреновый өте. Серверлесті қойдым, міне бұл серверлес. Бұл жерде қандай? Бұл жерде программа жасау тәсілі басқаша. Мысалға мына жерде айталық Python программалау тілінде мысалға Django деген фреймворк бар, сода барлығы істелген. Сол жерде проблема шықса, вес система істен шығуы мүмкін. Ал мына серверлесте жеке мысалға функция бар. Айталық интернет дүкен болатын болса, бірінші заказды сақтайтын код бар, одан кейін сол заказдың спискісін алатын код бар, клиенттің емейлына ескерту жіберетін тағы бар код бар деген секілді. Бұның барлығы бір-бірінен изоляция жасалған, яғни бір-бірінің жұмысына тәуелді емес. Бір-бірінің жұмысына бұлар ешқашан тәуелді болмайды. Себебі мына код басқа виртуалный машинада іске қосылады, мына код басқа виртуалный машинада іске қосылады, мына кодта жеке виртуалный машинада іске қосылады. Демек, біз мына жерде код жаздық, бұл кодта бір ошибка шығатын болса, мына кодта мысалға ошибка шықты және мынада. Бірақ ол мына екеуінің жұмысына ешқашан бұл кедергі келтірмейді. Себебі бұл изоляция жасалған деген сөз. Кейін ошибка шыққан белгілі болған жағдайда мына проблеманы просто түзей салады. Все болды деген сияқты. Мынау сияқты вес система істен шықпайды. Екіншіден, бұлардың барлығына нагрузка түсуі мүмкін. Мысалға айталық, күніне 1000 адам кіріп отыр. Бір мезетте почему-то 100 000 адам кіріп кетті. Мысалға айталық, мемлекет 42.500 беріп жатыр деген кезде 1000-нан 100 000-ға дейін көтеріліп кетті. Жарайды, миллион дейік. Сонда жағдайда мынау 1000 адамға арналған мына сервер обязательно не отвечает. Ал мынаған плевать, ештеңе болмайды. Неге? Себебі мына жерде қандай да бір сервердің характеристикасы жоқ. Мына серверді алған кезде бұның жеке характеристикасы бар. Мысалға айталық, 1 гига, 10 гигабайт, 8 гигабайт, 10 гигабайт оперативкасы бар, одан кейін процессор 4 ядролы, немесе осындай қысқасы, осы характеристикаға қарап, бұның қаншалықты нагрузка көтере алатын біз біле аламыз. Ол точно мынандай болған жағдайда миллион адамды бір мезетте көтере алмауы мүмкін. Мынаған бәрібір. Себебі бұл жерде біз мына функцияға мысалға айына қанша рет обращение жасалады. Миллион болатын болса, біз осыған сай бұған ақша төлейміз. Әр миллион запросқа мысалға AWS сервисінде 18 цент қателеспесем. Одан кейін бұл функция қаншалықты ұзақ орындалды, соғанда сай бұған ақша төленеді.
1 миллисекундта орындалса бұл арзандау болады, 100 миллисекунд пен 500 миллисекундтың арасында әрине ценасы екеуі бірдей болмайды. Одан кейін запрос санына жеке төленеді. Яғни солай болғаннан кейін бұл жерде ешқандай характеристика жоқ, бұл қалағаныңша запрос көтереді, қалағаныңша нагрузканы көтере алады деген сөз. Бұны жасап отқан компаниялар соның арқасында ақша табады. Одан кейін мынадай ситуацияны алайық. Бұл жерде сосын мынадай ситуация бар. Мысалға мына кодты веб-приложение қандай да бір программалау тілінде жазылады. Бұл Python немесе там JavaScript немесе любой PHP деген секілді. Мына вес система бір программалау тілінде жұмыс жасап тұрғаннан кейін біз оған басқа программалау тілін қоса алмаймыз. Иә, там микросервисный архитектура бар, бірақ ол басқа тема. Оған басқа программалау тілін қоса алмаймыз. Мына серверлесте мынау жеке виртуальный машинада іске қосылатындықтан белгілі бір программалау тіліне бұл тәуелді емес. Мысалға айталық, мына код бар, ол қандай да бір там JS-те жазылған, JavaScript-те жазылған. Мынау мысалға айталық там Python-да істелген. Мынау мысалға там PHP-де істелген. PHP-де істелген, ешқандай разница жоқ, ол орындалып тұра береді. Әрине олай жазатындай смысл жоқ, дегенмен мынадай ситуация болуы мүмкін. Мысалға кейбір программалау тілдері бар, мысалға Go, чертовски сондай быстрый өте, кейбіреулерінде мысалға Python-да разработка тездеу деген сияқты. Мына функция кішкене дедлайн болып тұр. Давайте лучше Python-да тез жазып тастайық. Мынада парсинг, бұл жерде парсинг жұмыс жасап тұр, бізге өте тез жұмыс жасағаны керек, немесе аналитика системасы, давайте Go-да жазамыз деген сияқты идея болуы мүмкін. Бұны реализация жасау барысында осы серверлесті қолдануға болады. Енді бұл серверлес окей ертай там серверлес күшті тема екен. Оны қалай қолдануға болады? Ол үшін арнайы сондай қызметті ұсынатын компаниялар бар. Мысалға айталық Google Cloud Platform деген бар, және Amazon AWS бар. AWS және Microsoft-тың Azure деген сервисі бар. Жақында бұларға Яндекс Cloud қосылды және Mail.ru Cloud қосылды, бірақ Mail.ru Cloud-та мынау жоқ. Яндексте серверлес функция деген бар, оны пока что қолданып көрген жоқпын, нақты қандай екенін айту қиын. Және мен өзім мобильный разработчик болғандықтан біз Firebase деген сервисті қолданамыз, ол да серверлес. Ол жерде серверный функциялар бар, қандай да бір жұмыстарды автоматтандыруға болады, және әр функцияны мына жерде айтқандай әр программалау тілінде жазылуы мүмкін. Ол задачаға қарай.